Енді мен сіздерге заказ беріп болғаннан кейін трек номерін каргоға енгізуді көрсететін боламын. Ең соңғы өзіміздің страницамызға кіреміз. Сол жерде мен 14 нәрсе заказ бергенмін. Соған кіріп, сол жерде керек затыңызға кіресіз. Керек затыңыздың үстін басқаннан кейін ішінде жоғарыда жасыл жазу тұр. Машинаның суретімен жасыл жазу тұр. Соған кіресіз. Сол кезде астында мына GT 515 деген тұр ғой, соның жайында 4 бұрышты Қытайдың жазуы тұр. Соны басқанда сол копировать етіліп алынады. Содан кейін сіз каргоға кіріп, каргоға кіргеннен кейін 3 сызықшаны басқанда добавить трек деп тұр. Сол тректі басасыз, сол кезде жаңағы трек номерді енгізесіз, описание сіз не алдыңыз. Жаңағы мен жерде басқа заттың несін енгізіп отырмын, трек номерін. Женская шапка сізге де оған да түсінікті болу үшін сөйтіп енгізесіз. Мұнда сіздің Қытайдан отправили, уже Қытайдан кетті, жіберілген товарлар. В ожидании деп тұр. В ожидании Қытайда күтіліп тұр, әлі келмеген бұл товарлар. Жаңағы отправилиді түсіндірдім. Бұған қайттан изменение жасауға болмайды. Ол дәл осылай тұрады. Келгенде, Қазақстанға келгенде сканировать етіліп, получили, завершено деп өзі өзгереді. Енді біз наши цены деп тұр. Соған кірсеңіз, каргоның бағасы жайлы бәрі толық түсіндірілген, жазылған. Және адрес қалай енгізілу керек барлығы бар, барлығын оқып қарасаңыздар болады. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыз.